Бүгін 22 қараша 2024 жыл Жамбыл облысының 85 жылдығына орай өтіп атқан ғылыми конференция болып жатыр. Біз осы мерекеге қолөнер ретінде бізде шықтық. Конференция мына келісім үйінде өтіп жатыр. Ал біздің қолөнершілер анау киізлерде тұр және мынандай жарты киіздерде тұрмыз. Асықпай көрмені көріп шығайық. Мұнда кім отыр екен? Мұнда Елмира шебер отыр. Үлкен Елмира шебердің қолөнерін көрейік. Мынандай тоқыма заттар. И одежда, украшения, сумки. Все есть. Шапкілер, киімдер, жаңа жылға арналған Там где-то у нас красивая куколка. сувенирлер. Періштелер, қуыршақтар. По шитью. Курс, өзіңіздің курсын. Қаяқта ол курс? Базак Батыра 174, вязание и рукоделие, и швейное. Неге арендаға алып не қылатсыз ба? Күшті. Мынау Елена ханымның жұмысы ғой. Мына жерде біздің Бақытгүл шебер отыр. Жүн өнімінен. 11-де басталады дейм ма қазір не? Иә. Мына жерде біздің Айман шебер отыр. Айман шебердің өнімдері. Жамбыл облысында 85 жылдар. Үшке дейін ақ болатын шығар. Мына Аймандай өнімдер, зергерлік бұйымдар. Бұл кісінің айналысатын қолөнері. Келесі киіз үйде мен тұрмын. Менің кілем өнімдерім. Бисерден кесте, көркем кесте. Осындай өнімдер. Мына жерде де кенепке салған майлы бояу, бисер кестелер, көркем кесте, бисер кестелер, майлы бояу, бисер кесте. Мына жерде бізде Айгүл шебер тұр. Айгүл шебердің жұмыстары, құрақ, шоперлер, сөмкелер, косметичкалар, осындай дүниелер. Мына не жайнамыз ба? Мына жайнамыздар. Киіз үйде Дина шебер тұр. Мына Дина шебер. Дина шебердің қолөнерін көрейік. Киіз бұйымнан басылған көйлектер, жакеттер, орамалдар, керемет дүниелер, шарфтар, киізден жасалғандар. Мыналар сувенир ойыншықтар, ілмекпен тоқылған ойыншықтар. Моншақтан тоқылған сөмкелер. Мына жерде Сталина шебер тұр міне. Сталина шебер. Сталина шеберінде барлығы жүннен жасалған бұйымдар, жакеттер, міне капюшонмен екен о. Надинка, капюшонмен. Мынандай шарфтар, міне қарақандай керемет сурет. Шапкалар, тәпішкелер үйге киетін. Мына пима. Кисекап. 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 Мы проводим мастер-класс, даем материалы, они учатся, делают и оставляют это в фонде. Это наш фонд. Төртінші киіз үйде біздің Рабиға шебер тұр. Рабиға шеберіміз осы жерде тұр. Мына жерде Раушан шебер тұр. Раушан шебердің жасаған бұйымдары, білезік, қуыршақтар. Білезік дейді ғонан. Орамал. Бәрі жүннен жасалған орамалдар, шарф, жакеттер, тәпішкелер, мына жерде жакеттер, мына тоқыма, мынау шашақтар, мына шарфтар, қандай керемет. Бәрі жүннен басылған, өте жеңіл, жылы. Міне бүгін қарашаның 22-ші жұлдызы Жамбыл облысының 85 жылдығын тойлауға қонақтар күтілуде. Мына жерде қолөнершілер дайындық үстінде. Міне осы біздің қолөнершіміз тоқымашы, суретші, енді әр саланың бәрін меңгерген кісі.
тоқыма болған кезде именно кілем жағынан біздің Эльмира ханым тұр. Осы сайттың егесі, кейін өзінің міне сонда бір ылғи бұл кісі түсіре бермесін, біз де бір түсірейік дедік. Бұл кісіні жұмыстарымен. Міне қандай керемет жұмыстары бар. Міне. Саламатсыздар ма? Мына ең жаңа жұмысым бірінші шықты. Мынау ма? Мына Вау, керемет қандай. Сіздерге стол керек. бар. Бұзылын қарап тұр. Күн бұзылса да көңіл күйіміз бұзылмас. Бәрі қарбалас үстінде. Тігілген киіз үйлер. Ау енді. Ол қай жердің киіз үйі? Саламатсыздар? Музей. Мұны мұражайдың тіккен киіз үйі екен. Қарап шығыңыздар. Мен танымадыңыз ба? Ой, саламатсыз қалайсың? Аха. Ренатың кашмин ғой. Аха. О, қандай керемет мынау сандықтар. Нағыз ескінің көздері. Міне. Ертоқым. Музейден шықтық. Киіз үйінен культураның. Енді мынау киіз үйге келіп тұрмыз. Бұл киіз үйдің ішінде әлі тазалап жатыр екен. Сонда кірмей ақ қояйық әзірше. Мынау киіз үйлер. Культураның қолөнершілердің киіз үйіне кіріп келе жатырмыз. Мына жерде біздің қолөнершілеріміз отыр. Ольга ханым, Аманкүл ханым, Айткүл ханым, Жазира ханым, Жарқынай. Міне қолөнердің сұлулары. Рабиға сіңлісінің басын берген киім алып тұр әнеки. Аха, күшті. Мына осы қолөнершілердің. Саламатсыздар. Жоқ, мынауыңыз әдемі тұр апа. Аха, сол да ашты. Ольга Алексеевна. Мынауыңыз тұр апа. Астанада көшкендер. Надо ма? Я? Ольга Алексеевна, тогда поставьте сюда свои домовяты. Можете ба. Алексеевна. Қанша еңбек мынау? Көрінсін аха. Әлінетін ала салайын, әлінетін қоя салайын. Негізі. Жоқ, жоқ. İşe barıp otura veriniz. Жоқ, мына кісі төркіндеп барып қалған ғой, бұл кісіні бір бейле, Біреусі алтын, Византия белесі бейнеленген. Қау дейді, ақша ретінде пайдаланған бұны да. Теңіз өнімі. Нан ма? Иә, ақша ретінде пайдаланған, өте бағалы саналған. Ол тағасыларға. Өте пайдалы металл тас болған. Күмістен жасалған әйел адамның белдігі, Алла деген жазуы бар. Осы ан стилінде жасалған әйел мен ер адамның әшекей бұйымдары, белдіктің бөлшектері. Брошка ғой? Иә, брошкалары. Және де күмістен Мына сонда ақ алтын ба? Иә, сары алтын ғой. Сары алтындар, қапсырмалар, күміс тиындар, күміс тостағаншаның бөлшегі өрнектелген. Күміс құймасы. Көрге болдым. От. Бақна, әйнек. Иә, бұрмалау әсімен өте әдемі жасалған. Анау састырмай ма, соған ұқсайды, бірақ басқа бір мен Қарахан несі бар ғой, соның екінші этажына көтересің ғой, күмбезіне қарай лестница. Сол лестницада мынау кірпішіне ағып тұр. Тұр сол жерде ше. Мен мынаны осыны салдым ғой, жаңа үйде салып жатқан, масламен салып жатқан. Айтқанда тырмыз тасы сияқты ғой.
іште су құйып қоятын болған. Неліктен былай десеңіздер, жаңағы атқа мінгенде бір шеті тегіс болып тұрды. Іліп қоятын болған аттан. бір шет тегіс болатын сол ғой. Ауыр екен де. Мынаңғара балық сияқты. Бұлар сынап көзелер, әртүрлі бейнеде жаңағы сұйықтықтар құятын болған ішіне. Медициналық заттар құятын болған. Эфир әртүрлі формада осындай. Кәдімгі сонда құйған не бұл? Кесенесінің түп нұсқасы оригинал. Екінші этажына көтерілгенде осыны көрдім. Айша бибі кесенесінің түп нұсқасы. Айша. Жетектеген балалар. Қалайсыздар? Мені біздің Тараз қол өнершілері. Мына кәдімгі киіз ба? Бәсе киіздің иісі шығып тұр. Мен анандай жұқа не шығартсам, мына кәдімгідей жылы екен ғой. Астанадағы ғой, Астанада. Не қылдық қой? Астанаға апарған киіз ме? Міне біздің Тараздың қол өнершілерінің тұрған киіз үйі. Шырмақтар. Таза киізден жасалған. Мына жерде міне енімде кілем бұйымдарым тұр. Мына жерде кілем бұйымдарым тұр. Менің де жазираның бұйымдары грамоталармен қойып қойыпты. Раушан әпкейдің ұлттық киімі. Мына қызғалдақ өткендегі не ғой? Аламан-құрақ. Аламан-құрақ. Қалайсыздар? Қалайсыздар? Мына батыр жігіттер. Суретке түсіп отырған. Бойларын қара. Біздің сүйікті әкіміміз. Мына әкімдер. Қалай?